Ағылшын тілінің бірінші сабағы бойынша жаттығу сабағы. Осы сабақта біз қарапайым көптеген сөйлемдерді жасайтын боламыз. Сонымен бастадық. Мысалы, make деген етістікті алайық, аудармасы жасау. Сөйлем жасайық. Мысалы, I make, мен жасаймын. Басқа да есімдіктермен жіктеп шығайық. Біз деген ағылшынша we болады. Біз жасаймыз. We make. Сен жасайсың. You make. Яғни оңай жіктеледі. Ешқандай жалғау жалғанбайды. Сендер жасайсыңдар деген сөйлем тура you make, сен жасайсың сияқты болады. Өйткені ағылшын тілінде сен және сендер бірдей. Сондықтан бұл жерде де you make дейміз. Сен жасайсың, сендер жасайсыңдар. Келесі, ол жасайды деген сөйлеммен бұрын олар жасайды деген сөйлем жасайық. Олар деген ағылшынша they болады. They make, олар жасайды. Ол деген есімдіктің аудармасы he, немесе she, немесе it деген сөз болады. Айырмашылығы қандай? He деген ұлға, she деген қызға, ал it деген жансыз заттарға айтылатын ол деген есімдіктің аудармасы. Сонымен сөйлем жасайық. Ол жасайды дейік. He make. Бірақ осы ол деген есімдікке келгенде ғана етістікке s жалғауын міндетті түрде жалғау керек. S жалғауын жалғаймыз, сонымен сөйлем жасалынды. He makes. Ол жасайды. She makes. Ол жасайды. It makes. Ол жасайды. Енді сөйлемді кішкене күрделендірейік. Мысалы, мен пицца жасаймын дейік. I make pizza. Келесі, біздер пицца жасаймыз. Біз пицца жасаймыз деген сөйлем жасайық. We make pizza. You make pizza. Сонымен сөйлемді жасап шықтық. Осы he, she, it айырмашылығы өте оңай. Яғни he деген мысалы мына кісі, мына ер адам, менің немесе ағам, інім пицца жасайды деп айтқымыз келсе, he деген есімдікті қолданамыз. Яғни ол пицца жасайды. Ал егер қызға айтсақ, менің тәтем, менің апайым пицца жасайды деп айтатын болсақ, онда she makes pizza деп осы сөйлемді пайдаланамыз. Ал жансыз заттар, мысалы, мына миксер пицца жасайды, мына блендер пицца жасайды деген сөйлемді айтқымыз келсе, онда it деген есімдікті пайдаланамыз. Яғни ол пицца жасайды деп осы it деген есімдікті пайдаланамыз. Тағы бір етістікті алып көрейік. Know деген етістік білу деп аударылады. Сонымен барлық есімдіктермен жіктеп шығайық. I know, мен білемін. We know, біз білеміз. Яғни етістікке ешқандай жалғау, ешнәрсе жалғамаймыз, тікелей жалғай береміз. Мен білемін, біз білеміз. You know, сен білесің. You know, сендер білесіңдер. Сен білесің және сендер білесіңдер ағылшын тілінде бірдей. Ол біледі. He knows. She knows. It knows. Яғни олға келгенде міндетті түрде s жалғауын жалғау керек. Тек осы ол есімдігінде ғана s жалғау жалғанады. Көпше түрде, яғни олар деп барлығына қатысты they know деп айтамыз. Олар біледі. Бір зат есім жалғап көрейік. Мысалы, мен білемін, бір нәрсе білемін. I know something. Мен бірдеме білемін. I know something. Біз бірдеме білеміз. We know something. Ағылшын тілінде бірдеме, бір нәрсе деген something деген сөз. Thing деген зат дегенді білдіреді. Нәрсе, зат, ал some деген бір нәрсе, біраз нәрсе деген мағынаны береді. Ал бірге бұл something деген біріккен сөз, мағынасы бір нәрсе, бірдеме дегенді білдіреді. I know something. Мен бір нәрсе білемін. We know something. Біз бірдеме, бір нәрсе білеміз. You know something. Сен бір нәрсе білесің. Тағы да барлық есімдіктермен қойып шығайық. Сонымен сөйлемдер he knows something. Ол бір нәрсе біледі. She knows something. Ол бірдеме біледі. It knows something. Мысалы, робот бір нәрсе біледі осы. Осы робот білу керек, біледі. They know something. Олар бір нәрсе біледі деп, міне осылай қарапайым сөйлем жасаймыз. Тағы бір мысал жасайық. Мысалы, know емес, give деген етістікті алайық. Give деген беру. Мен бір нәрсе беремін деген сөйлем жасайық. Яғни I give дейміз. I give something. Сен бір нәрсе бересің. You give something. Ол бір нәрсе береді. Gives болады. Яғни s жалғауын міндетті түрде жалғау керек. He gives something. She gives something.
деп барлық есімдіктермен жіктеп шығайық. Келесі мысал жасайық. Give емес use деген етістікті қолданып көрейік. Use деген қолдану. Мысалы, мен бір нәрсені емес, мен көп нәрсе қолданамын. Мен барлығын қолданамын деген сөйлем жасайық. I use, мен қолданамын. Ағылшын тілінде барлық нәрсе, барлығы дегенді everything дейді. Яғни thing деген зат, ал every деген әр зат деген сөз, бірақ аудармасы негізі барлық нәрсе, барлығы деген сөз. I use everything, мен барлығын қолданамын, барлық нәрсені қолданамын. We use everything. Келесі, сен, you use everything, сен барлық нәрсені қолданасың. Мысалы, торт жасауда менде үйде қандай нәрсе бар, соның барлығын қолданамын. You use everything, you use everything деп, міне осындай мысалдар жасасақ болады, барлық есімдіктермен жіктеп шығайық. Сонымен келесі сөйлемдер. He uses everything. Ол барлық нәрсені қолданады. She uses everything, it uses everything, they use everything деп, міне осындай қарапайым сөйлемдер жасаймыз. Яғни use деген сөз барлық есімдіктермен ешқандай өзгеріссіз жіктеліне береді, ал тек қана олға келгенде s жалғауын жалғау керек. Келесі мысал, ask деген сөз, сұрау деген сөз. Мысалы, мен барлық нәрсені сұраймын, бәрін сұрап аламын. I ask everything. Біз барлық нәрсені сұрап аламыз, сұраймыз. We ask everything. Мысалы, үй жұмысы бойынша мен бәрін осы сұрап аламын. I ask everything деп осындай сөйлемді жасауға болады. Сен сұрайсың. You ask everything. You ask everything. Сендер ағылшын тілінде бірдей. Яғни you ask everything, you ask everything. He asks everything, ол сұрайды. She asks everything. It asks everything. Ал олар сұрайды деген they ask everything. Олар сұрайды. Яғни мына жерде де етістікке тек s жалғауы, тек ол есімдігіне келгенде ғана s жалғауы жалғанып тұр. Дәл солай, мысалы, тағы бір мысал жасайық. Tell деген етістік айтып беру дегенді білдіреді. I tell everything, мен бәрін айтып беремін. We tell everything, біз бәрін айтып береміз. You tell everything, сен барлығын айтып бересің, бәрін айтып бересің. You tell everything, сендер айтып бересіңдер. He tells everything, мысалы, мен ағам бәрін айтып береді. He tells everything, немесе менің апам бәрін айтып береді. She tells everything. Яғни, менің апам деп, меңзеп, осы ол айтып береді дегенде, мен апам деген сөзді меңзеп тұрмыз. Яғни, ол айтып береді. She tells everything. Немесе it tells everything. Жансыз затқа, мысалы, робот, немесе компьютер деген мағынадағы есімдік, яғни ол деген it деген сөз жансыз заттарға айтылады. It tells everything. Олар айтып береді деп, they tell everything дейміз. Яғни олар деген, олар мейлі қыздар болуы мүмкін, жігіттер болуы мүмкін, немесе компьютерлер, немесе роботтар болуы мүмкін. Барлығына they деген, олар деген есімдікті қолданамыз. Енді осы жерде мысалы, мен барлығын айтып беремін емес, мен саған бір нәрсе айтып беремін дегіміз келсе, онда алдыңғы үйренген сөзді қоямыз. I tell something. Мен саған бір нәрсе айтамын, айтып беремін. I tell something. Сен айтып бересің. You tell something. Яғни something сөзбен everything сөзінің айырмашылығы сондай. Something деген бір нәрсе, бірдеме айтып беремін, айтамын. Ал everything деген барлығын айтып беремін, барлығын айтып беремін деген сөз. Үйренетін етістік send деген етістік, ол жіберу мағынасы, почтамен бірдеңе жіберу, посылка жіберу мағынасындағы етістік. Мысалы, сөйлеп жасайық. I send, мен жіберемін, хатты жіберемін. You send, сен жібересің. Олға келгенде білеміз, s жалғауын міндетті түрде жалғаймыз. He sends, she sends, it sends. We send, you send, they send деп сөйлемді жасаймыз. Енді осы сөйлемді мен хат жібермеймін, мен посылканы жібермеймін деген болымсыз түрге қалай айналдырамыз? Ол бірінші сабақта айтылды, бірақ сонда да қайталап айтайын, өте оңай жасалынады. Болымсыз сөйлемді болымсыз түрге немесе сұрақ сөйлемге айналдыру үшін do деген етістік пайдаланады. Бұл do деген етістік өзі екі қызмет атқарады. Біріншісі негізгі етістік бола алады, мағынасы істеу деп аударылады, және қосымша етістік рөлінде атқарады. Бұл етістік, міне дәл осы do етістігі сөйлемдерді болымсыз және сұраулы сөйлемдерге айналдыратын етістік. Сонымен жасаймыз. I do дейміз, сосын not деген сөзді қоямыз. I do not send, мен жібермеймін.
Дәл солай you do not send. Сен жібермейсің. He do not send дейміз, бірақ осы кезде мына s жалғауы түсіп қалып, s жалғауы дуға өтеді, яғни he does not send болады. Дәл солай мұнда does not send болады, яғни s жалғауын негізгі етістікке емес, қосымша етістікке жалғаймыз. Дәл солай it does not send деп айтамыз, яғни ол жібермейді деген сөйлем. Басқа етістіктермен жасап шығайық. Сонымен барлық басқа есімдіктермен жасап шықтық. We do not send, you do not send, they do not send. Do not-ты қысқартуға да болады. Do not емес, don't. I don't send. Мен хатты жібермеймін. You don't send. He doesn't send деп қысқартуға болады. He doesn't send, she doesn't send дейміз. Міне сөйлемдерді жасап шықтық. We don't send, you don't send, they don't send, he doesn't send, she doesn't send, it doesn't send деген сөйлемдер. Дәл осылай басқа да етістіктермен мысалдар жасайық. Келесі етістік put деген етістік қою деген мағынаны білдіреді. Яғни столдың үстіне бір нәрсе қою, қаламды қою, үстелдің үстіне, партаның үстіне қою мағынасындағы етістік. I don't put, мен қоймаймын. You don't put, сен қоймайсың. He doesn't, she doesn't, it doesn't put дейміз. We don't put, you don't put, they don't put деп не осылай мысалдар жасаймыз. Енді негізгі етістіктің рөліне do деген етістіктің өзінде қойып көрейік. Ол өйткені do деген етістік істеу деген мағынаны білдіреді және қосымша да етістік рөлін атқарады. Мысалы, мен істемеймін дейік. I don't do дейміз. Мен істемеймін. Сен істемейсің. You don't do. He doesn't do. She doesn't do. Ол істемейді. Деп не put деген сөздің орнына қойып шығамыз. Негізгі етістікте do етістігі бола алады. Мысалы, сен бәрін істемейсің деп айтайық. You don't do everything дейміз. Барлығы деген біз білеміз ағылшын тілінде everything. You don't do everything. Сен барлық нәрсені істемейсің. I don't do everything. Мен барлық нәрсені істемеймін. I don't do everything деп не осылай сөйлемдерді жасай беруге болады. Енді ағылшын тілінде мен ештеңе жасамаймын деп айтып көрейік. I don't do, мен жасамаймын. Ештеңе деген сөз жалпы ағылшын тілінде ол кішкене басқаша жасалынады. I don't do anything деп айтылады. Anything деген негізі тікелей аудармасы кез келген нәрсе деген сөз. Бірақ I don't do anything деп мен ештеңе жасамаймын деп ағылшын тілінде айтады. Яғни мен кез келген нәрсе жасамаймын деген тікелей аудармасы, бірақ мағынасы мен ештеңе жасамаймын. I don't do anything. Дәл солай we don't do anything дейміз. Біз ештеңе жасамаймыз. You don't do anything. Сендер ештеңе жасамайсыңдар. Яғни сендер жасамайсыңдар кез келген нәрсе дегенді білдіреді. Anything. He doesn't do anything. Ол ештеңе жасамайды, бірақ тіке аудармасы ол жасамайды кез келген нәрсе. Бірақ мағынасы ол ештеңе жасамайды деген мағынаны білдіреді. She doesn't do nothing. Немесе anything дейміз. Ағылшын тілінде мен ештеңе жасамаймын деп айтудың екінші де жолы бар. Ол қарапайым жолы. Ол былай. I do, мен жасаймын. Ештеңе деп бірден де жалғауға болады. I do nothing. Nothing деген, яғни no thing. Ештеңе, жоқ деген сөз. Жоқ нәрсе, яғни I do nothing деп айтады. Яғни ағылшын тілінде мен ештеңе жасамаймын деп екі түрлі айтуға болады. I don't do anything, мен кез келген нәрсе жасамаймын, немесе I do nothing, яғни мен жасаймын ештеңе. Екеуінің мағынасы бір. Мен ештеңе жасамаймын деп қазақшада мағынасы солай болады. Ал ағылшын тілінде осылай екі түрлі айтылады. I don't do anything, немесе I do nothing деп айтылады. Басқа да есімдіктермен жасап көрейік. Мысалы, you do nothing, сен ештеңе жасамайсың. He does nothing дейміз. Егер біз қазақшаға сәйкес ол ештеңе жасамайды деп айтатын болсақ, мысалы, he does not do nothing.
деп 2 рет қайталатын болсақ, ол жасамайды, ештеңе деп қазақшада айтатын болсақ, ағылшын тілінде бұл дұрыс емес болады. Яғни ағылшын тілінде ол ештеңе жасамайды деп бір рет айтылу керек. Яғни не етістікте айтылу керек, немесе мына ештеңе деген сөзде айтылу керек. Ал 2 рет қайталанып, яғни he does not және nothing деп ағылшын тілінде айтпайды. Сонымен бұл дұрыс емес. Тек he does nothing, she does nothing деп айтамыз. It does nothing. Яғни ол ештеңе жасамайды. Біз ештеңе жасамаймыз деген сөйлемді айтайық. We do nothing. Яғни біз ештеңе жасамаймыз. Мұнда да дәл солай. We don't do anything. Anything деген мағынасы кез келген нәрсе дегенді білдіреді. We don't do anything және we do nothing екеуінің мағынасы бір. Біз ештеңе жасамаймыз. Дәл солай. You do nothing. Сен ештеңе жасамайсың. Және олар ештеңе жасамайды деген сөйлемді айтайық. They do nothing дейміз. Осы nothing, anything мен сөйлемдер жасап көрейік. Келесі understand деген етістікті алайық. Аудармасы түсіну. Мысалы, мен ештеңе түсінбеймін деп айтқымыз келсе, I don't understand. Мен түсінбеймін ештеңе. Anything. I don't understand anything. You don't understand anything. Яғни сен түсінбейсің кез келген нәрсе деп аударылады, бірақ қазақша олай айтылмағандықтан біз сен ештеңе түсінбейсің деп тікелей айтамыз. He doesn't understand anything, she doesn't understand anything, he doesn't understand anything, we don't understand anything, you don't understand anything, they don't understand anything дейміз. Яғни болымсыз сөйлемде қалай болады? Осы he, she, it-ға келгенде де s жалғау жалғанады. Бірақ s жалғауы негізгі етістікке емес, қосымша етістікке беріледі. He doesn't, she doesn't, it doesn't болады. Ал қалған кездің барлығында I don't, you don't, we don't, they don't деп жасалынады. Тағы да мысал көрейік. Speak деген сөйлеу дегенді білдіреді. Мысалы, I don't speak Korean. Мен кәріс тілінде сөйлемеймін. Мен сөйлемеймін, кәрісше. You don't speak. Сен сөйлемейсің. Мысалы, Japanese, жапонша сөйлемейсің. He doesn't speak Turkish. Ол түркше сөйлемейді. She doesn't speak Spanish. Ол испанша сөйлемейді. It doesn't speak Russian. Ол орысша сөйлемейді. We don't speak German. Біз немісше сөйлемейміз. You don't speak Arabic. Сендер арабша сөйлемейсіңдер. They don't speak Chinese. Олар қытайша сөйлемейді деп, міне осылайда болымсыз сөйлемдерді жасаймыз. Яғни болымсыз сөйлемнің жасалуы өте оңай. Бар болғаны do деген қосымша етістік арқылы жүзеге асады. Және not деген сөз қосылады, қысқартылып don't болады. Don't. Ал he, she, it-ға келгенде don't емес doesn't болады. Өйткені негізгі етістік өзінің s жалғауын қосымша етістікке береді. Келесі үйренетініміз мына сөйлемдерді мысалы сұраулы сөйлемге қалай айналдырамыз. Өте оңай жасалынады. Тағы да do деген қосымша етістік көмекке келеді. Do деген қосымша етістікті сөйлемнің алдына қойсақ болғаны сөйлем сұраулы сөйлемге айналады. Do I make pizza? Мен пицца жасаймын ба? Дәл солай. Do you make pizza? Сен пицца жасайсың ба? Дейміз. Дәл солай. Do he makes pizza дейміз. Бірақ осы сөйлемде he-дің make деген сөздің s жалғауы қосымша етістікке біледі. Does болады да, make тағы s жалғауы кетеді. Сонымен does he make pizza деген сөйлем болады. Ол пицца жасайды ма? Мұнда да үлкен әріптермен жасайық. I сөзі барлық кезде үлкен әріппен жүреді. Do I make pizza, do you make pizza деп жасай береміз. Does she make pizza болады мұнда да. Does she make pizza дейміз. Ол пицца жасайды ма? Яғни s жалғауын біз қосымша етістікке береміз. Мұнда do we make pizza, яғни сұраулы сөйлемге айналдыру өте оңай. Бар болғаны do қосымша етістігін негізгі сөйлемнің алдына қойдық. Do you make pizza? Сендер пицца жасайсыңдар ма? Сонымен сөйлемдер жасап болдық. Do they make pizza? Does it make pizza? Деп міне осылай жасаймыз. Басқа да етістіктермен жасап көрейік. Мысалы, need деген етістікті алайық. Бұл етістіктің аудармасы керек ету дегенді білдіреді. Do I need? Маған керек па деген болып аударылады қазақ тіліне. Do you need? Саған керек па?
does he need, оған керек па? Does she need, оған керек пе? Does it need, do we need, do you need, do they need дейміз. Осы жерге енді мына something біз үйренген бір нәрсе немесе барлық нәрсе немесе кез келген нәрсе немесе ештеңе деген something, everything, anything, nothing деген сөздерді қойып үйренейік. Мысалы, саған бірдеме керек па? Do you need? Бірдеме деген қайсысы бізде something деген бір нәрсе, everything деген барлық нәрсе, anything деген кез келген нәрсе, nothing деген еш нәрсе. Ал бір нәрсе деген мына something деген сөз болу керек. Саған бірдеңе керек па? Do you need something? Бірақ ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдерде саған бір нәрсе керек па деген кезде something емес, мына anything деген сөз қолданылады. Саған бір нәрсе керек па? Do you need anything? Саған бір нәрсе, кез келген бір нәрсе керек па деп осы anything сөзі қолданылады. Сонымен жасап көрейік. Does he need anything? Оған бір нәрсе керек па? Деп мына anything деген сөз қолданамыз. Does it need anything? Do I need anything? Маған бір нәрсе керек па? Do we need anything? Не сөйлемдер жасап шықтық. Do they need anything? Оларға бір нәрсе керек па? Енді мысалы осыған жауап берейік. Я, оларға бір нәрсе керек. Мысалы мына сөйлемге жауап берейік. Do they need anything дегенге оларға бір нәрсе керек. Yes, they need, оларға бір нәрсе керек. Енді жауап кезінде міндетті түрде something деген сөз қолданылу керек. Яғни жауап бердік. They need something, оларға бір нәрсе керек. Міне жауап кезінде міндетті түрде something қолданыламыз. Something сөзі қолданылады. Яғни something осы бір нәрсе деген кездері something сөзі қолданылады. Бірақ сұраулы немесе болымсыз сөйлемдерде бір нәрсе деген сөздің орнына мына anything деген сөз қолданылады. Яғни мұнда саған бір нәрсе керек па дегенде do you need something емес, do you need anything дейміз. Жауапта yes, they need something деп айтамыз. Осындай бір ағылшын тілінде ерекшелігі бар. Мысалы, мына bring, write, change, try, feel деген етістіктермен мысалдар жасап көрейік. Мысалы, bring мен do you bring anything дейміз. Сен бір нәрсе әкелдің ба? Bring деген әкелу. Do you bring anything? Осыған жауап береміз. Жауап кезінде міндетті түрде something деген сөз қолданылады. Yes, I bring something. Мен бір нәрсе әкелемін. Яғни жалпылама сөйлем, бұл жалпы бір жерге барғанда мен бір нәрсе әкелемін деген мағынадағы сөйлем. Мысалы, do you write anything? Сен бір нәрсе жазасың ба? Yes, I write something деп айтамыз. Yes, I write something дейміз. Бұл жерге мысалы anything деп сөзді қойсақ, I write anything деген қатты дұрыс болмайды. Ағылшын тілінде anything емес something деп айтамыз. Ал сұрақ кезінде немесе болымсыз сөйлемдерде осы anything деген сөз көп қолданылады. Мысалы, бір мына change деген сөзбен, өзгерту деген сөзбен болымсыз сөйлем жасап көрейік. Мысалы, I don't change. Мен өзгертпеймін anything, ештеңе. Яғни қазақша айтқанда мен өзгертпеймін бір нәрсе болып аударылғанмен мағынасы мен ештеңе өзгертпеймін деген сөйлем. I don't change anything. Соған бұл болымсыз сөйлем. Енді болымды сөйлем жасайық. Болымды сөйлем кезінде міндетті түрде something қолданылу керек. Change something. Бір нәрсе өзгертсеңші бір нәрсе. Change something. Бір нәрсе. Мұнда change anything немесе anything емес, something деген сөз қолданылған дұрыс. Anything деген сөзді қолдануға болады, бірақ кішкене контексті басқа болады, тағы да қосымша сөздер қосу керек болады. Мысалы, модальді етістік арқылы жасалынады. Кейде you can change anything деген сияқты сөйлемдер жасауға болады. You can change anything деген сен өзгерте аласың кез келген нәрсені деген сөз. You can change anything деген кездері әрине anything сөз қолданылады, бірақ жалпы болымды сөйлемдерде something деген сөз көп қолданылады. Change something.
бір нәрсе өзгерт. Келесі try дегенмен болымсыз сөйлем жасайық. I don't try anything. Мен ештеңе көрген жоқпын. Яғни тырысып көру мағынасында, киіп көру, бір нәрсені жеп көру, байқап көру мағынасындағы етістік try деген. I don't try anything. Ештеңе көрмеймін деген сөйлем. Осыған жауап жазуға болады. Try something. Бір нәрсе қарасаңшы деп айтуға болады. Келесі feel деген сезіну. Do you feel anything деп сұрақ сөйлем жасасақ болады. Do you feel anything? Бір нәрсе сезініп тұрсың ба? Yes, I feel something. Yes, бір нәрсе сезініп тұрмын деп айтамыз. Немесе жауап беруге болады. No, жоқ, I don't feel anything. Ештеңе сезініп тұрған жоқпын деп. Осы anything сөзін қайтып қолдануға болады. Яғни anything сөзі көбінде болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Ал something болымды сөйлемдерде қолданылады. Сонымен біз осы сабақта present simple бойынша көптеген мысалдарды жасадық. Ағылшын тілінде жалпы бұл қарапайым сөйлемдерді simple етістік түрі деп айтады. Яғни simple деген сөздің аудармасы қарапайым деген сөйлем, қарапайым деген сөз. Ал осы шақтағы сөйлемдер present болып табылады. Present деген осы шақ деген білдіреді. Сонымен present simple бұл қарапайым осы шақтағы мынандай сөйлемдер. Сонымен біз көптеген мысалдар жасадық. I wait, мен күтемін. You speak Japanese, сен жапонша сөйлейсің. He feels, ол сезінеді. She puts, ол қояды. Үстелдің үстіне бір нәрсе қояды, мысалы. It sends something, ол бір нәрсе жібереді. We tell everything, біз барлығын айтамыз. You don't do anything, сен ештеңе жасамайсың. They know nothing, олар ештеңе білмейді сияқты сөйлемдерді жасап көрдік. Әртүрлі мысалдар жасап көрдік және қосымша everything, anything, nothing, something сияқты сөздерді үйрендік.